Наурыз көже ежелден келе жатқан берекелі тағам. Осы дәстүрді бірге жалғастырайық. 7 түрлі дәм мен 7 түрлі ырысы қоса бар бүгін сіздермен наурыз көженің ерекше рецептісімен бөлісемін. Ең бірінші ет пен қазыны суға салып қайнатуға қоямыз. Осы аралықта дәнді дақылдардың барлығын тазалап жуып алыңыз. Келесі кезекте құрт, бидай, күріш, тарының үстіне ыстық су құйып бұқтырып қоямыз. Яғни олар тез пісуге көмектеседі. Ал мына жүгеріні бір күн бұрын ыстық суға салып қойған едім. Сорпаның көбігінен жиі тазалап, қазыны тесуді ұмытпаңыз. Осы кезекте тұз бен жүгеріні бірден қоса беріңіз. Себебі жүгері ұзақ пісетін дән болып табылады. 1 сағат өткеннен кейін бидай қосамыз. Кезек-кезек әр дәннің өзінің қосатын уақыты болады. Төменде сіздерге жазып қалдырдым. Жалпы суы мөлдір болсын десеңіздер, әр жүгері мысалға бидай қайнаған сайын беттегі көбігінен тазартып тұрыңыз. Ең соңында кеспе қосып жібердім. Бұл әрине маңызды емес. Әдетте мен жыл сайын наурыз көжені әртүрлі рецептермен, дәнді дақылдармен жасап көремін. Енді мына жерде құртымызды езіп аламыз блендерде. Ет пен қазыны турап аламыз. Еттің өзін ғана қазанға салып, қазыны тек әр кесенің өзіне жеке-жеке салып берсеңіз болады. Міне ең соңында айран мен езілген құртты құйып, жақсылап араластырып құйып бере бересіздер. Бұның ең кереметтілігі салқын күйінде де, ыстық күйінде де ұсына бересіз. Әр тағамыздың қасынан ыстық шай табылады. Beta Dream Kenya Gold қоспасыз, бояусыз ыстық шаймен ұсыныңыз. Әз наурыз құтты болсын. Парақшаға жазылуды ұмытпаңыз.